Сәлем достар, сендермен бірге Рай KZ. Бүрхейімде келесі история. Бүгін мен кедей отбасының баласы. Отбасымда әкем, анам және інім, үшеуміз, төртеуміз. Көріп отқандарыңдай, бұл біздің үйіміз. Біз өте кедей, нашар тұрамыз. Үйімізде ештеңе жоқ, өкінішке орай. Ішіп жейтін де ештеңе болмай тұрғаны. Тек бір отыратын диванымыз бар. Анашыма айтпасам қарным ашқанын білдірту керек болып тұр. Анашым, қарным... Жарайды, балам, нан мен суды қайнат жерейін. Сен отыра бер, дайын болғанда шақырам. Райдың мама папасы сәлеметсіздер ме? Рай мен Аби KZ ойнай ма? Ойнауға алып кетейін. О, сәлем, Жүкінай. Сәлем. Кеттік ойнауға, асығайық. Алып кете беріңдер балалар, ойнап келіңдер. О, жақсы болды ғой, кеттік. Мә, бүгін не істейміз, Рай? Қайда барамыз? Давай суға шомылғым келіп тұр мен что-то. Онда жүріңдер, центральный паркке барамыз, артынан жүріңдер. Күннің ыстығын-ай. Тамақ ішіп алдыңдар ма? Аш емессіңдер ма? Кеттік. Жоқ, аш емес. Бұған қазір мен аш екенімді айтсам ұят болатын шығар. Мен су жегенім. Достар, болыңдар, тез. Ой, болсаңдаршы, Рай, не бұлжырап жүрсің? Келе жатырмыз. Немене тамақ ішпеген адам ұқсап. Давай, те. Жүгіріп жеткізбеген. Ей, мә, кел, міне су, бүгін су жып-жылы болып тұрған шығар. Сен не жеп өстің? Біз нан жеп өсіп кетесің. Еттен бөліп берем ғой, если че. Кеттік. Ой, судың күштісін-ай, керемет. Мен шықтым. Келіңдер, качелья бар мұнда. О, мен трамплин көрдім, трамплиннен бір секіріп алайын жақсылап. Опа, паданг. Мә, күшті. Ой, Аби, бай тұр. О, качелья. Мен ортасында отырғым келіп еді. Аби, босат берші ортасын. Жарайды, мә, отыр. Ой, рахмет, қандай мейірімді едің. Бүгін күшті ойнап жатырмыз, я? Рай, сен неге мектепке бармайсың? Просто қазір жағдай болмай жатыр мектепке баратын. Әке шешем, ата-анам көп ақша тапқанда оқуға түсем, ала бұйырса. Жарайды. Ей, үйге қайтайық. Мә, түн болып кетті ғой. Қайтайық. Мен кеттім, пока. Мен бірінші жеттім ғой. Күшті ойнадық, пока. Рахмет саған, көп. Ертең тағы шығайық, я? Келдің бе, ұлым? Келдік біз. Қазір папаға келдік деп жазып жіберейін. Келдік. Сау болыңыз, ағай. Мен кеттім. Жүреға балам, үйге кір, мамаң тамақ істеп қойған шығар. Болды ол. Қандай тамақ екен? Дәмді тамақ болса екен. Так, ой, мамаңа не болған? Анама не болды? Мама. Ой, мамасы не болды саған? Ауырып тұрсың ба не? Ой, мен де басым ауырайын деді, басым ой. Мамасы не болды саған? Екеуміз қатар ауырдық па не? Ой, мамама не болған? Жазып сұрайыншы, не болған? Қалай ойнадыңдар, балалар? Мама, не болды сізге, мама? Мен кішкене басым айналып кетті. Блин, ақша жоқ кезде ауырған жаман ғой. Ауырып қалдым. Ой, мына жерде шыққан жүр ма немене? Жоқ. Ой, болды, секірмей ақ қой. Ой, сізде бір ақша жоқ кезде ауырасыз. Жоспарлап ауырмайсыз ғой, жоспарлап. Жарайды, оны білмей қалдым. Әзіл ғой, мама, жарайды. Ой. Шынымен де не болып қалды, сіздің денсаулығыңыз маңызды ғой. Жаман сезініп тұрмын өзімді, балам. Папасы. Күнде жұмыс шаршадым, артаң келетін ғой, ауырмайтын кезде ауырасың сен де. Мен жаман ауырып тұрмын, мен бұл жолы әзіл емес. Бүгін менің ойнап жүгіріп әбден қарным ашып кеткені. Бүгін қандай тамақ екен жазайыншы? Бүгін не тамақ ішеміз? Бүгін қандай тамақ ішеміз нес? Ай! Мама, не болды? Көтер, әке. Ойбай, мамасы тұр. Ойбай, әзіл емес екен ғой. Кел, көтерін, кел. Ойбай, жоқ. Мама, ауырма. Кел, мамасы, кел. Кел, көтерін. Бұнау естімей менен ол. Мама. Бер кел, көтерін, жүрші больницаға. Кеттік. Ой, молодец, кеттік. Балам, жүр, неғып тұрсың? Жүр, үйді құлтта. Бізде есіктің құлт жоқ екен ғой. Больницаға баратырмын, кел, тез. Балам, келетсің ба? Келе жатырмын, арттарыңызда келе жатырмын. Ой, күшіл. Мен ауырып тұрғандай сезініп тұрмын. Ойбай, мамаң ауыр ғой мынау. Ойбай, мамаң. Жүгіріңіз, кеттік. Ойбай, келдік. О, дәрігер. Ой, қалайсыз? Көмектесіңіз, анама көмектесіңіз. Сәлеметсіздер ме? Ой, сіз жақсы бар болғаныңыз жақсы болды ғой. Бізге көмек керек, тез. Көмек керек. Не болды сіздерге? Жарайды, есен там қалды ма? Болса үштесіз, не алып тұрсың? Тездетіңіз, дәрігер тездетіңіз. Мұнда алып жүріңіз, қазір мұнда. Ай, басым ауырып барады. Мұнда жүріңіздер, ағай. Апа, кеттік, дәрігердің артынан кеттік. Әлем, тамақ. Жатқызайық ана жерге тездетіп. Сонымен не істейміз? Жатайық. Мамасы жат. Все, Ойбай, белім кететін болды, балам. Барлығы жақсы болса екен, анамды қатты уайымдап тұрмын. Мен бұл кісіні қарап шығуым керек. Шығыңыздар. Сіздер шығыңыздар.
мамасымен ой баласы мен папасы есік жауып қояйын мына жерден. Жақсы болса екен. Ойбай, балам, мамаңа не болды, сен білуші ме едің? Мен білмеймін ғой, барлығы жақсы еді. Апай, мамаң кетіп қалса не істейміз, мен басқа қатын алам ба? Ой, уайымдама, папа. Әзілдеп жатырмын, мамаңнан басқасы керек емес. Как будто бір мама кетіп қалған қалап тұрған адам сияқты айттыңыз ғой. Жоқ, әзіл ғой, әзіл, мамаң жазылып кетеді, уайымдама, сен жылама. Жақсы болады бәрі, жарай ма? Болды. Әкеме поддержка беруім керек, мен ең үлкенім ғой, ұлдым. Папа, уайымдамаңыз, әке, уайымдамаңыз деп жазып жіберейінші. Уайымдамаңыз, әке, уайымдамаңыз. Барлығы жақсы болады. Әкеме поддержка берейін. Жалғыз өзі қиын ғой. Әйелім-ай, әйелім-ай. Анам-ау. Қап, дәрігер қашан шығады екен, шықса болушы еді. Мамаңсыз күніміз қараңғы білесің ғой. Иә, тамақ та ішпедік кешке. Сен соны ойлап тұрсың ба әлі? Енді жоқ, енді ол екінші очерттегі әңгіме ғой. Жарайды, иә, жақсы болады. Нағыз кім екен? Мен қақта білесе қыздарға қара. Ойбай. Ай. Маманы Былай тұрыңыздар, тез рентген. Есікті ашпай фыр етаған. Соны айтам да мен де. Татауы асығыс дәрігерлер екен, иә? Сіздер неге артымыздан еріп келдіңіздер? Барлығы жақсы болса екен. Енді көрмейміз ғой, мамамыздың жағдайын көзімізбен көрейік. Болмайды, бұл рентген бөлімі. Шығыңыздар. Ей, мынау рентгенге бір кіріп кетті ғой. Інімнің уайымдағаны соншалық мамамен бірге кіріп кетті. Шығыңыз, ініңізді алып кетіңізші, өтініш. Енді емге көп ақша керек. Әке, не болып жатыр мына жерде? Не жатыр? Бізде ақша жоқ қой, балам, сенде ақша бар ма, жиған терген? Жоқ, бізде ақша жоқ қой, отбасымыз. Ой, күліп жеріппін ғой, күлкім келіп кетті. Әке, бұндай қомақты ақшаны қайдан табамыз? Шынымен де үлкен сума ғой бұл. Сіздерден көп қаражат керек. Мамаңызды, анаңызды, сіздің жарыңызды емдемесек, анаңыз балдақпен жүретін болып қалады. Ол аяғына қатты салқын тиген екен. Дәрігер, айтыңызшы, қандай сума керек бұл жерге? Қанша керек, айтыңызшы, табуға тырысайық. Мә, папа, Жоз Робокс деген үлкен сума ғой. Ал біз таба алмасақ не болады оны? Онда анаңызды аман алып қала алмаймыз. Өтінем, тез табуға тырысыңыздаршы. Жоқ, табамыз. 2-3 жұмысты істесек те табамыз жан-жақтап. Ұлым, жылама. Мен саған сенем, өзіме сенбей тұрмын. Мен табамын, міндетті түрде табамын. Жолың болсын, балам. Осында мамаң қасында қала берейін, ініңді алып кет. Болды, әке. Шығатын езі қайықта еттің, табылмай кетті. Аға, біз ақша қалай табамыз? Інім, уайымдама, бір мәнісін болар. Ертең бұйырса жұмыс іздейміз ертеңнен бастап. Жарайды, аға, ұйықтаймын. Аға, таң атты. Мен кеше көршілерден мынандай жасыл велик ұрлап алдым, кеттік. Жоқ, інім, мынауың болмайды, бар апарып көршілердің өзіне бер. Бармасаң өзім барам. Жаяу барамыз, жүгіріп барамыз. Мен мына інімен что-то сенім болмады. Өзім барып алғашқы жұмысымды іздемесем, жүгіріп барып бургерстарға кіріп кетем осылай. Аға, көрдің ба, мен сенен бұрын жетіп алдым. Ля-ля. Ой, жарайды, сөзді қой, інім, жұмысқа кірісейік. Шығыңыз, бұл жерге кіруге болмайды. Сәлеметсіздер ме? Біз жұмыс іздеп келіп едік осы жерге. Аха, сәлеметсіздер ме? Қандай жұмыс іздеп келдіңіздер? Қандай жұмыс болса да біз істеуге дайынбыз. Кез келген жұмыс істеуге дайынбыз. Қомақты сомада ақша керек бізге. Өте срочно, тығыз. Жақсы, онда бізге курьер керек, сіз боласыз ба? Әрине, біз екеуміз де курьер болуға дайынбыз. Жақсы, келістік, олай болса. Қазір заказ түскен кезде сіздерге айтам, отыра тұрыңыздар. Жақсы. Киіміңізді ауыстырып алыңызшы. Киім береміз сізге, мұнда жақтан ала салыңыз. Жарайды. Балақай, сен фри пісіре ғой. Иә, жақсы пісіре алам. Алло, қазір күте тұрыңыз, маған звонок келген сияқты бізге. Алло, аха. Жақсы, сіздерге жеткіземіз. Курьер, доставка келді, сен жеткізіп бересің ба қазір? Білесің ба? Иә, әрине, өте қуаныштымын. Қаланы білесің ба? Сразу осылай басталып кеткен. Білем, примерно білем. Қай үйге апару керек екенін адресін айтсаңыз болды. Брюхейвен 24-ке апарасыз. Сәлеметсіз бе, мен заказ қабылдай берейін, апара бер, иә? Болды, клиент жеп отыр деп ойласаңыз да болады уже. Ой, керемет. Ой, жүріңіз, мен сізге мотоцикл берейін доставкаге. Сіз айдай аласыз ба? Әрине, мотоцикл айдау деген менен қалған нәрсе ғой ол деген. Ойбой, достар, мен сәл кішкене өтірік айтып қойдым. Негізі мотоцикл айдау білмейтін адаммын ғой. Сау болыңыз, жолыңыз болсын. Рахмет. Ойбай, достар, мен мына нәрсені қалай айдайды өзі? Мен велик айдаған сияқты ма деп ойласам, мынау кәдімгідей күрделі нәрсе екен ғой өзі. Мен картаны да білмеймін ғой, мына солға кетпады, мен бекер айтқан екен мына машина айдау білем деп. Аударылып кете жаздадым ғой, чуть болмағанда.
енді тауып алайық бірдеңе қылып клиенттің үйін. Алдымдағы 24 па? Мен неме көп көмек. Осы сияқты ғой. Алақай балалар, мен бұл үйді таптым. Анамды емдеймін әлі. Менің қолымнан келеді әлі. Мына үйдің звоногы қаяқта өзі табуына қиын ғой. Шықпай ма? Шығып тұрмай ма есік алдына? О, шықты ғой әйтеуір. Ассалаумағалейкум. Ва алейкум ассалям. Балақайлар курьер болып кеткен ба не? Ашсаңыз есігіңізді. Аға сыртқа шығып сөйлесек те. Жақсы. Қазір тұр. Доставкаңызды бере салсам деген ғой. Кілтімді ашып алайын, таты жоғалды оны. Қайда еді? Міне. Что-то ұзақ болып кетті ғой. Татсаш. Қаншама уақытымды алып жатсыз аға. Ойбай. Қазір тұр істеймін. Болды, ашылды. Ал. Ассалаумағалейкум. Аға, уалейкум ассалям. Әкеле ғой, доставкамды алып кел. Саған ақшаңды төлейін. Салыңыз. Жолың болсын. Сен кішкентай болып жұмыс істейсің ғой. Я, менің анамды емдеуіме қомақты ақша қажет, соған барымды салып тырысып істеп жүрген жайым бар. Молодец. Талабың оң болсын. Саған артығымен берейін, сдача керекміз. Рахмет аға. Ас болсын. Мамаң жазылып кетсін, братишко. Әумин, рахмет. Мен екінші доставка дегенде клиентте осылай добрый, артығымен ақша берсе ғой. Міне осы екен ғой. Клиент қаяқта екен? Ана розовый шашты отырған қыз ғой. Звонокты басайын. Келе жатыр. Сәлем. Ашсаңыз есігіңізді, доставка ғой. Байтыр. Пицца. Енді қашсыш, ашайын да. Сәлеметсіз. Ой, кешіріңіз, сыртқа ашылады екен ғой. Байтыр. Тез әкелмейсіз бе заказымды? Жеткен бойым осы еді, кешіріңіз, ренжімеңіз. Бер, суп қалған шар пицца. Суп қалған жоқ, фольгаға орап ал келдік. Көреміз. Енді мен сенің ойланып тұрмын, ақшаң төлемейтін де шығарым саған. Кешіріңіз. Әкел. Бір жолға кешіріп қойыңыз, келесі жолы барынша тырысам. Осы жолда негізі барынша тырысқан болатынмын. Сендейлер жұмыс қалмау керек қой. Кіп-кішкентай балалар жүресіңдер ойнап. Мына ақшама саған керегі? Бермеймін. Ақшамды қайтарыңыз. Ақшам менің мойныма ілінеді ғой бұл ақша. Ақшамды беріңіз. Жоқ, бермеймін. Мына бала ровно уақытында келді. Мына әйел не деген ұяты жоқ еді. Сұрайыншы, мына апайдан неге төлемейді екен? Сонша менің еңбегім бар ғой, қанша уақытымен әкелуге тырысты ғой, ешкім естемейді ғой. Не болды қайта звонокты басып? Неге төлемейсіз, айтыңызшы. Кеш алып келді, суп қалған, фольгасы жыртық. Сіз төлемесеңіз менің қалтамнан кетеді ғой бұл нәрсе. Кеш әкелдің, өзіңнен көр енді. Ой, жарайды, бопты, не болды сонша сізге? Тамағыңды тұрып қалсын, атак бар ғой. Не дейді? Ужас, түрің құрсын, ужас. Осы ақша маған өте ауадай қажет. Менің ата-анамның еміне керек. Тәте, беріңізші, еңбегімді жемеңіз. Сен менің уақытымды жедің. Бар кет. Тоқташы бала. Сен үстіңнен жалып жасайым сені. Түсіндің ма? Бар кет бар. Тәте, өтінем. Кешіріңіз. Енді қайталанбайды. Мен достар, мен бургерстарға ана тәтеден бұрын жетіп алым керек, бәрін түсіндіруім керек. Ой, администрация қайда? Ой, бұй жетіп алыпты ғой уже. Администрация қайда? Девушка, сіз ба? Мына бала маған дөрекі сөйледі. Тіпті доставканы кеш жеткізді. Тәте, өтінем, мен әдейі істеген жоқпын ғой. Бұл ақша маған ауадай қажет. Барынша ерте жеткізуге тырыстым. Бұл ақша менің ата-анамның еміне жинап жүрген ақшам ғой. Миым жемеш. Достар, мына әйелдің түрін жаттап алыңдар. Бұл әйелге ешқашан доставка жасамаңдар. Сен ба админ? Мына баланың үстінен арыз жазам. Иә, мен админ. Әпше не болды? Сендердің мына көрелеріне мен жалып жасайым. Мынауыңа. Жұмыстан шығарыңдар тез. Мен байдың қызымын. Әйтпесе пицца. Нет, мынаның аты. Жауып тастайым, короче, мынаны. Жақсы. Біз оны жұмыстан шығарамыз. Әпше, өтінем, кешіріңіз, қайталанбайды. Өтінбе. Жұмыстан шығасын. Кешір. Кешіріңіз, соңғы рет. Маған мүмкіндік беріңіз. Кешір, менің басқа амалым жоқ. Жұмыстан шығасын. Әпше, түсініңізші, маған ақша сондай ауадай қажет еді. Шыға ғой, бара ғой, болды. Ой, жұмыс деп анамды да ұмыт кетпін ғой, халім білейін. Не болып жатыр екен? Бірақ әкеме бүгінгі күнді білдірмеу керек. Көңіл күйім түсірмейін. Әкеме не болған тағы? Анамды әкем де ауырып қалды ма енді? Баласы, келдіңіз бе? Сіздің папаңыз ауырып қалды. Қалайша ауырып қалды? Кеше ғана аман есен еді ғой, бәрі жақсы еді ғой. Қалайша ауырып қалды бүгін? Қай жер ауырып қалды? Ақша дайын ба негізі баласы? Дайындап жатырмын. Жарайды. Барынша ертең жеткізуге тырысамын. Жарайды, папаңыз қатты ауырып қалды. Есінен танып қалды. Ой. Әкеңізде анемия бар екен ғой, білесіз ба? Ол не тағы, жейтін зат па? Жоға, жарайды.
в общем папаңыздың қандарын ішіп қойғансыздар ғой деймін. Қан құю керек болса айтыңыз, қан береміз. Әке, бұл өмірдегі менің бар бақытым сіздерсіздер. Мен үлкен ұлыңыз ретінде үміттеріңізді, сенімдеріңізді ақтаймын сіздің. Уайымдамаңыз, мен қажет соманы табам, барлығымыз аман есен үйге ораламыз. Жазылып кетесіздер. Мам, сіз біздің өміріміздің сәнісіз, мәнісіз. Сізсіз біз өмірімізді елестете алмаймыз, мама. Ертең ақшаны табатын соңғы күн. Не істесем екен, қайдан іздесем екен, қайда жұмысқа тұрсам екен. Жарайды, мен ұйықтайын, ертең бірдеңесі болар. Мә, уже таң атып кетті ғой, қой жолға шығайын. О, Рай, сәлем. Сәлем, қалайсың? Қалайсың? Мен жақсы. Сен ойнауға шықпай кеттің ғой? Ойнайсың ба? Жоқ, менде қазір ойнайтын ешқандай настроением жоқ, мүмкіндігім де жоқ. Неге? Жұмыс істеуім керек, ата-анамның еміне ақша табуым керек. Мама, папам ауырып қалды. Мә, қойш, неге ауырып қалды, қашан? Сен көрші тұрып естімегенің қызық екен. Қоңаш, мен білмей қалдым ғой енді. Не ғой, мен бүгін сэндвич жасағам, сен мама папаң ауруханада болса, қарның ашып қалған шығар, қарным ашқаны бар енді кішкене. Берсең жеп алайын енді, қолыңа отказ бермей қойын. Бірақ маған тамақтан бұрын бірінші көп ақша керек болып тұр. Жарайды. Сен онда менің пісірген сэндвичімді жеп алсайын ма, ұста? Әке, рахмет, өте дәмді болыпты. Қой, әлі жеп тістеп үлгермедің ғой? Енді бір тістегеннен мен дәм сеземін ғой. Жарайды. Көрінеді ғой өзі. Достар, шынына келсе, қатты дәм демес екен, мына сэндвичі бар ғой. Әшейін бір нәрсе көңіл үшін ғана жеп тұрмын. Жұқынай, рахмет көп. Ниетің ғой ең бастысы. Мен сен айтқан бәрін естідім жаңа, рахмет. Ойбой, сен естіп қойдың ба, мен ішімден сөйлеген сияқты едім жаңа. Ұятай. Айтпақшы достар, сендерге біздің историямыз ұнап жатыр ма? Ұнаса лайк басып, қолдап, комментарий жазып кетіңіздер. Рай, менде кішкене жиған ақшам бар, қаз берем, күт, жарай ма? Жарайды, күте тұрайын. Жұлқынай маған прикол ұстап тұрған сияқты. Қой, менде көп уақыт жоқ, кете берейін лучше. Жұмыс табайын. Бүгін соңғы күн ғой, не дегенмен. Мен кеттім, жүгіріп. Мен жеттім. Оппана, мына жерде жұмыс бар сияқты ғой, барып сұрап көрейін. Сәлеметсіздер ме? Маған жұмыс табылады ма екен бұл жерде? Саламатсыз ба? Жұмыс бар бізде. Жақсы болды ғой, президенттің соңғы заказдары еді, грузчик боласыз ба? Өтінем, көп ақша береді, кішкене ауырлау заттары, бірақ стоит бір қорап па, сумкама ақша бар, робокс. Болды, мен нағыз президентский грузчикпін ғой. Кез келген жұмысты жасаймын, бәріне дайынмын. Достар, осы жұмыстан көп роблокс беретін болса, ата-анамды емдеп алар едім, жақсы болар еді. Мына артыңызда тұрған коробкаларды кешке дейін тасып біту керек, жарай ма? Жақсы бітіреміз, алла бұйыртса. Бопты, бара ғой. Не, киімің жыртық қой. Артқы есіктен кірші, ет сататының жағында тіке жүресің солға, киіміңді ауыстырып ал, жарай ма? Киімім нағыз келеді ғой бұндай жұмысқа негізі. Жоқ, біздің киімді киіп ал. Жақсы қоймадыңыздар ғой. Бір сұрақ бар еді, тағы да ақшасы сразу бересіздер ғой, бүгін? Әрине, бүгін бері жереміз, ойымдамаңыз. Тасып болсаңыз сразу. Киіміңізді ауыстырыңыз да кірісіңші, тез. Болды, кеттім. Ойбай, маған ана жаққа барып киім ауыстыр деген екен ғой, кеттім. Ойбай, қай жер еді өзі? Солға. Маған үлкен екен, әжеп тәуір. Осы жақ сияқты ғой. Дәк, бізге қандай киім киеді өз грузчик қой. Ал мен дайынмын достар, коробка тасуды бастайық. Бүгін өте жұмыс ауыр болатын сияқты, бірақ мен ата-анам үшін барлығына дайынмын. Мынау не деген ұзын КамАЗ еді. Үстіне секіріп қойымыз керек екен ғой, каждый адам. Оппа, қойдым, кеттік енді. Дальше. Келесі коробканы тасиық. Үсті бітіреміз, ештеңе етпес. Бүгінгі күнде өтер. Зато ақшалы боламыз. Бауырым байқасай, қақып кеттім ғой. Абайлап жүрмейсің ба? Көзіңе қарап жүр. Ойнап жүрмін ба, не саған? Барлығымыз бір жұмыс істеп отырмыз ғой, енді ондай болады ғой. Не болды? Ашуға булығып. Мен бүгін әйтеуір жұмысымды аман есен бітіріп ақшамды алсам екен, кешегі күнім ұқсап сәтсіз болмаса екен барлығы. Кеш болып кетті уже. Әлі тасып жатыр. Бітпеймін, анау немене өзі. Балақай, таси бер, бітеді ғой қазір. Әрине тасимыз ғой. Достар, сендер жұмысты қай жастан бастап істеп бастадыңдар? Мен өзім 12-13 жасымнан бастап жұмыс істеп ата-анама көмектесіп бастадым. Комментарийға жазып кетіңіздер.
Жұмысты бітірдік, ақшамызды да алатын уақыт келді. Иә. Админ қайда екен? Ема, админ. Администратор осы жерде шығарына мені кішкене күте тұрайық. Саған бағанағы бір әйел айтты ма, жұмыс істесін деп осы жерде кассада тұрған? Ақшамызды бер, админ. Саған айтам. Кім айтты саған жұмысқа қабылдап? Қақа бізді лақтырып кетпеді ме екен? Есептемейсіз ба дейді. Как будто мен бір админ құсап. Вот касса келді, кассир. Келді. Ура, алақай. Кешіріңіздерші, кешігіп қалыппын. Мен ауысатын немін ғой кешкі ауысымға. Сіздер бір грузчик те бар деп еді? Сіздер ма? Иә, қайда жүрсіз? Біздің алтындай уақытымыздың барлығын алып болдыңыз ғой. Кешіріңіз. Уақытында келмейсіз ба? Достар, жаман уайымдап кеттім ғой. Ақшамызды бермей қалама деп, еміне ақша апара алмай қалама деп қобалжып кеттім. Мінекей, сақалды ағай сізге берейін. Сау болыңыз. Магазин бүгінмен жабылды бізде. Сау болыңыз, рахмет. Сары шаш. Алақай, менің де кезегім келді ақша алатын. Иә, сізге де көп рахмет. Сау болыңыз. Мінекей, мынау президенттің берген ақшасы. Ой, рахмет. Айттым ғой, президентский грузчикпін мен деп. Сіз ба, сол әзіл қой жігіт. Иә, сау болыңыз. Сау болыңыз, сізге де рахмет. Алақай, достар. Алақай, қалай қуанып тұрғанымды білсеңдер ғой. Қуанышымда шек болмайды, даже сөздерімді ұмытып қалып отырмын даже. Кеттім, жүгірейін, асығайын үйге. Ертең таң атысымен ауруханаға ақшаларды апарам. Бүгін жатып демалмасам, уже ауырып кетті белім жұмыстан. Қара, анау ғой, магазин дөреқ сөйлеген. Мұрынбоқ. Не болды, не керек сендерге? Бар болғаны бауырым байқасашы деген сөзім үшін маған келіп тұрсың ба, қазір алды ма? Ақшаңды қайдан алдың? Жұмыстан алдым, жұмыс деп адал еңбекпен таптым. Достарым, менің ақшамды тағы да алып қоймаса болар еді. Адал еңбегіммен әрең тапқан ақшамды. Сен біз үшін жұмыс істедің, мұрынбоқ. Ақша бер тез. Бере алмай, ренжімеңдер. Бағана келіппен керек еді маған. Өзін шоп кетіп бара тұрың ғой. Тұртың еткізіп. Бер ақша. Жігіттер, бере алмай, ренжімеңдер. Бұл ақша менің ата-анамның еміне деген ақша. Күш қолдану керек па не? Төбесесің ба? Балақайлар, не болып жатыр мұнда? Екеуің? Ағайыналарды ұстаңызшы, менің ақшамды ұрлап алмақшы. Алаңдама қазір. Тоқтаңдар, бұзақылар. Қандай жақсы болды келгеніңіз. Рахмет көп, дәл уақытында келдің. Ой, аналар тұстай алмай кеттім ғой. Ой, жарайды. В общем, таңертең келем. Сенің жағдайың білуге қазір шаршап тұрмын, Болды, рахмет. Бүгін ауыр күн болып еді. Келіншегім туған күн еді, асығып жатырмын. Ой, құтты болсын. Сен көріп қалдым ғой жолда. Жоқ сонда, аты жөніңді айта салшы. Райкизет атым. Болды, жазып алдым. Үйге де жеттім ғой, ақшамды диванның басына қояйын, қасында жатып демалайын. Шаршап кеттім әбден. Дөш, ақыран, осы жерге. Өрт қой. Қойып отырмын. Давай, ішіне кірейік. Ақшасын ұрлап кетейік, бейшарашкан. Мұрынбоқ жатсын қара. Так, міне, қаш, тез, өрт, қаш. Давай, жүгір. Не болып жатыр мына жерде? Кім от қойып кетті мынау? Ақшам қайда, менің ақшам? Көмектесіңдер. Ағай, анау өрт қойып кетті. Масқара, шағын түсті. Қаш, былай тұр, қазір өртен кетесің, қаш. Өртеніп отыр, ағай, көмектесіңіз. Ақшамды алып кетті. Қандай ақша? Ақшам жоқ. Қап. Олап кетті. Былай тұршы, өзің уланып қаларсың, өртеніп қаларсың, қашшы. Райнау, сен үйің өртеніп жатыр ма не? Иә, көріп тұрғанда өртеніп жатыр. Масқара, қаш, былай тұр, қазір өртен кетесің. Өрт, ужас. Көмек. Қазір. Өртеп ақшамды алып кетті. Былай тұрыңдар, балақайлар, қашыңдар. Мен де қазір өрт сөндірем. Былай тұрыңдар. Ақшамды алып кеткенін қарамайсың ба мыналардың? Ужас, ақша дейсің бе? Балалар, былай тұрыңдаршы, мен өрт сөндірейін. Қанша еңбектеніп тапқан ақшам еді? Қаш, жүрші, біздің үйге жүр, біздің үйде бола тұр енді, жүрші. Ұят емес па, әке-шешең бар ғой? Жоқ, сенің ұятың жоқ қой, жүр. Жарайды, әзілдейм. Мама папалар қонаққа кеткен, айтамыз ғой келгенде, жүр енді. Менің бала кезден бірге өсіп келе жатқан көршімсің ғой. Жарайды, бүгінше сенікінде бола тұрайын. Бәрібір басқа баратын жерім жоқ қой. Қандай керемет үйің, енді мен не істесем болады? Бүкіл робоксымды алып кетті. Жарайды, Рай. Давай бүгінше ғана біздің үйде бол.
қалған ертең көреміз. Уайымдама, бір амалын табамыз ғой. Сенің мама папаң мені қиын кезде жалғыз қалдырмаған, саған да көмек берем. Қой, сондай ма? Ол кезде мен қайда болдым? Неге менің есімде жоқ? Білмеймін, сенің мама папаң асырап алған шығар? Или ауылда болдың? Жарайды, қойшы, кейін мама папаңнан сұрап аласың. Жүр, ұйықтап ал, жарай ма? Жарайды. Достар, не деген керемет үй, қараңдаршы. Екі этаж, барлығы қажеттіліктің барлығы бар. Бүгін күшті үйде ұйықтайтын болып тұрмын ғой, короче, достар. Үйімнің өртеп кеткенінде жақсы болмады деп қоямын бір жағынан. Жүкінай, үйің үлкен екен ғой. Мына жерде ұйықтасаң арман жоқ, күшті түстер көретін сияқтысың ғой. Рахмет, Рай. Кішкене жуынып алсаң да болады, если қаласаң. Жарайды, мен терезені жаптым да кеттім, өзің біл. Жоқ, мен тап-тазамын, ұйықтай саламын. Жарайды, достар, ойнап айтам. Жуынып жүріңдер, ұйықтайтын алдында. Ой, таң да атты уже. Тұрайық, туалетке барайық. Қысылып кеттім, что-то бар ғой. Байлардың туалеті де ерекше ғой. От души отырып алайық бір. Бұндай мүмкіндік күнде келе бермейді. Біздің туалет далада ғой, бұлардікі үйінде рахат. Қол жуып алайық. Жылы су деген кайф қой. Бізде жылы су бойлерде жоқ қой үйде. Қой, кеттік, астыға түсейік. Так, Жүкінай қайда, Жүкінай? Бірінші этажда. Рахмет сізге, адвокат. Сіздің үйлеріңіз сатылды миллион теңгеге. Қалай сонда? Қазір Рай айтып берем, күте тұр. Бізге ақшамызды бересіз бе? Не болып кетті өзі? Не болып жатыр мына жерде? Рахмет, Рай. Қазір біз кетеміз. Үйдің барлығын кеше тазалап қойғамын. Сау болыңыз. Үйден шығыңыздар. Алаңдамаңыз, без проблем. Түсінсем бұйырмасын. Не болып жатыр мына жерде? Үйіңді сатып жібергеннен саумысың? Дәл солай, сау болып тұрмын. Жүр, кеттік. Жоқ, онда емес. Үйден шық. Куда? Жүр, артынан жүр. Бұл енді менің үйім емес. Біздің мама баба екінші дом алып берген, мен енді сол үйде тұрам. Саған. Менің үйім не болып кеткен өрттенген? Тым қамапты ғой. Өртке дейін де онша мәнсет негізі. Рай, сен айтып жатыр едің ғой, бүгін соңғы күн деп. Ақшаңды алда ата-анаңа баршы, енді кешігіп қалмай. Шынымен маған бана ақша. Әрине. Ура, қалақай қандай? Жүкінай, түсінсем бұйырмасын. Неге біз үшін, мен үшін, не үшін олай үйіңді саттың, сен айтшы маған. Бүрхейімде адал достар, осындай адал достар бар екен ғой, бірінші рет көріп тұрмын. Рай, шілей олай өзіңе көп алма. Мен бұл үйді сен үшін сатпадым. Ата-анаң үшін саттым, айттым ғой, жақсылығына жақсылықпен жауап бердім деп. Ақшаны алдың ба? Қойшы, мен ішінде бірдеңе бар шығар енді. Ой, айта салайыншы, ата-анаң кезінде мен ауырғанда көп көмектескен. Енді менің кезегім, жақсылықпен қайту керек. Түсінікті, рахмет көп. Ата-анама да жеткізем сенің осындай жақсылық жасағаныңды. Все, сау болғанда, мен ауылға кеттім. Енді мен ауылда. Жақсы, Жүкінай, рахмет. Сен ауылда, мен қалада. Кездесерміз әлі. Достар, мен ақшаны алып больницаға келдім. Так, дәрігерге берейік. Ақшамызды өткізіп, ата-анамызды емдеп алайық. Сәлеметсіз бе? Мен ақшаның барлығын түгел алып келдім. Сәлеметсіз бе? Қуаныштымын. Прямо жетіп тұр ма артығымен дей жазады. Мен сізден де артық қуаныштымын. Күшті. Әкеңіз маған ақшаны тез тіркеп жіберейін. Сіздің анаңыздың, әкеңіздің оталарын жасадық, әкеңізді емдедік. Короче, ақшаны беріңіз. Болды, алыңыз. Так. Ой, не қадір кеттім, ақшаны ұстазамыз ауыш болатын бар еді. Все, мен ақша төленді деп жазып қойдым. Сіздің есіміңіз Рай емес па, иә? Рай Кизет болам. Рай Кизет. Мұнда сіздің папаңыз Пай Кизет жатыр. Жүріңіз, көрсетейін сізге папаңызды. Ойыңызшы, мен папамның атым Пай Кизет па не? Онда мамамның аты Май Кизет шығар. Балам, келгенсің бе, тамағым ауырып қалып еді. Даусым өзгеріп тұр. Не істедің? Қарашы, мен үстіме женский киім кигізіп қойдым, әйтеуір кішкене еңкейіп қалдым. Әке, қалайсыз? Мен барлық ақшаны таптым. Енді сіздердің емдеріңіздің ақшаңыздың барлығын төлеп қойдым. Енді аман-есен үйімізге қайтсақ болады. Қойш, ақшаны қайдан таптың, балам? Мен үшін ол изи ғой, папа, уайымдамаңыз. Қойш, тегі. Ойбай, масқара балам. Ертең жаман атың шығып жүрмесін, ұрлап алмадың ба әйтеуір? Жоқ, адал табысымен маңдай термен тапқан ақша ғой. Анама не болған? Ой, балам, менде барлығы жақсы. Мамаңыз жақсы, алаңдамаңыз, 2 күн ғана коляскамен жүреді. Ура, сен ақшаны таптың ба, балам? Иә, мама. Сіздер үшін қолымнан келген барлығын жасадым. Балам, сенімен мақтанамыз. Ұрладың ба, ұрламадың ба, шын айтшы, балам.
О, дәрігер 2 күннен кейін шыға беруге болады дейді. Иә, 2 күннен кейін шыға беруге Ура, болады. алақай. Балам, мен жаман уайымдап тұрмын. Айта салшы, әкеңе шыныңды айтшы. Қалай таптың? Әке, уайымдама. Люблю буква Р. Чисто маңдай тер ғой, короче. Ой, өзіме тартқан ғой осы жері. Күлкісі не дейді, өзім ғой мамасы. Сияқты күліп жатырмын ғой. Қалай жағдайың, жақсы ма балам? Кеттік. Жақсы, мама. Сіздерді жазылғандарыңызды көріп өте қуаныштымын. Қуанышымда шек жоқ қойды. Анашым, қараңыз, мен әкеме гол салдым. Жарайсың балам, сен мақтанам ғой мен. Әке, ұтылдыңыз ғой, мойындаңыз. Жарайды, балам, менің өмірде жеңімпаз. Алақай. Жарайсың. Екең мәссіңдер ғой, ал мен ұтылдым. Әке, уайымдамаңыз. Ойында ұтылсаңыз да біз өмірде ұтылған жоқпыз. Ең бастысы осы, әке. Достар, өмірде ең бастысы отбасымыз аман, деніміз сау болғаны. Қалғандарының барлығы табылады, уақытымен келеді, кетеді, бар болғаны сол. Өмірлеріңіз біздік сияқты фататита болсын. Қош, сау болыңыздар достар. Арнаға тіркеліп кетіңіздер.